Барлығыңызға қайырлы кеш. Бүгінгі видео сабағымызда осы сарафанды модельдейтін боламыз. Көпшіліктің сұрауы бойынша ең көп дауыс осы сарафанға түсті. Сол себепті осы сарафанды модельдейміз. Бұл сарафанды жасау үшін бізге алдыңғы бойдың сызбасы қажет емес. Тек қана артқы бойдың екі сызбасын жасап аламыз. Неге десеңіздер, алдыңғы бойда бізде выточка болатын, иә? Ал біздің сарафанымызға выточканың қажеті жоқ. Себебі бел тұсынан, қараңыздар, мұнда белгіленіп қойған. Міне, бел тұсынан шамалы жоғарғы деңгейде біздің етекке қарай уже қатпарлы етектеріміз кетеді. Алдыңғы бойда қарасаңыздар, жоғарғы жақта 4 қатпар тұр, иә? Сол 4 қатпар бойынша жасаймыз. Белден 5 см көлемінде жоғарғы деңгейде қырқып аламыз. Не қараңыз, алдыңғы бой, артқы бой екеуі бірдей. Тек иық деңгейін қараңыз. Иық деңгейі бұл жерде кішірек, кішкене, сол себепті иықтан 2 см аламыз. Алдыңғы бойда да 2 см алып тастаймыз. Ал қолтық асты деңгейі дәл осы аралыққа дейін жалғасып кеткен. Сол себепті осы аралыққа дейін сызып аламыз. Міне, енді мұнда артқы бойда 3 см алып тастаймыз. Иықтан немесе 4 см алып тастасаңыз болады. Және мойын астынан 2 см алып тастаймыз. Дәл осы иықта қанша алып тастасаңыз, мұнда да сондай сантиметр алып тастаймыз. Алдыңғы жағы 3 бұрыш, мына деңгейден кішкене жоғарырақ. Яғни біздің өз қолтық ойынымыз бар ғой, сол деңгейге жобаласын. Жай ғана осылай ойып қоямыз. Енді бізде мына жоғарғы аралықты қырқып аламыз. Мынау арты, ал мынау алды. Міне, арты мен алдын жабыстырып қойдық. Ендігі кезекте қараңыздар, астыңғы жағы, яғни біз қатпарлы етекті жасауымыз қажет. Ол үшін не істейміз? Міне қараңыздар, мынау артқы бойдікі, мынау алдыңғы бойдікі. Біреуін ғана көрсетейін. Тура осылай үшке бөлеміз, екеуінде, алдында, артында. Детальді жазып қоямыз. Бірінші, екінші, үшінші деталь деп. Өзімізге анық болу үшін. Енді осы үшеуін қырқамыз. Дәл мынандай етекті шығару үшін негізінде алдына 1 метр, артқы жағына 1 метр кетеді. Сол себепті артының жартысы деп мен мұнда 50 см сызып қойдым. Ұзындықты мынау тізеден төменге дейінгі өлшем. Яғни мына аралықты есептеген кезде 1,10 немесе 1,15 см шығады. Сол мына жоғарғы жақтағы белге дейінгі аралығымызды есептеп алып тастап, астыңғы жағына мен есептеп 60 см қостым. Әркім өзінің ұзындығында алады. Мысалы, егер сіз одан да ұзындау келетін болсаңыз, топқа дейін деген сияқты, осы ұзындықты өзіңіз таңдайсыз. Мына аралықты қалай кеңейтеміз? Біз бірінші детальді былай жабыстырып қояйын. Ал үшінші детальді мұнда жабыстырып қоям. Ал екінші детальді дәл ортасына жабыстырам. Бұл енді біздің модельдеу бойынша үлкейтеміз деген әдісіміз. Яғни етекті кеңейтеміз деген сөзіміз ғой, қазақша айтқан кезде. Алдыңғы бойда да тура осылай үшке бөліп, астыңғы жағына жасаймыз. Сонда етегімізді полный есептегенде 2 метрге тура келеді. Егерде сіз 40-42 размер болатын болсаңыз, бұны 1,5 метрге жасасаңыз да болады. Бірақ қай размер болса да 1 метрге жасаған өте әдемі көрінеді. Ал кішкентай қыздарға ол енді өзіңіздің матаңыздың жеткеніне қарай жасай берсеңіз болады. Енді матадан пішіру жолын көрсете кетсем, қараңыздар, мынау ені, мынау ұзындығы деп алатын болсақ, былай жасаймыз. Егерде сіз тура осыны 1 метр жасайтын болсаңыз, мына жақтан 1 метрді есептейсіз. 1 метрді есептеп, ұзындықты кесіп алдыңыз. Тағы осындай 1 метрді есептейміз. Яғни біреуі арты, біреуі алды болады. Мына ұзындық қанша кетеді сізде? 60 болады, менде плюс 60 қосамын. Қараңыз. 60 плюс 60. Неге? 60 артына, 60 алдыңғы бөлікке қосылады. Сонда 1,20. Тігіспен бірге 1,30 см маған мына сарафанға жетеді. Ал енді артқы бөлік пен алдыңғы бөлікті мына жанынан қалған жерден спокойно пішіп шығаруға болады. Ішкі жақ әдіпті өткендегі мен көрсеткенде жасасаңыз болады. Негізі мына әдіске кособейканы пайдалансаңыз өте әдемі болады. Немесе двойной астар жасауға болады. Дәл осы аралыққа дейін астарлық материал пайдаланып, тура осы детальді қайталап пішіп, астарлық материалды пайдалансаңыз болады үстіңгі жағына. Ол өте аккуратны көрінеді. Себебі бізде мынау қолтық ойыншысы
астына дейін ашық тұрады ғой, ішкі жақ қанша дегенменде көрініп тұрады. Сол себепті полный астар жасасаңыз өте әдемі болады. Бізде кітап тілінде айтқан кезде осылай үшке бөліп матамызға кеңейтіп аламыз деген сөз. Ал матадан пішкен кезде бізге мынандай астыңғы жақтың ешқандай бөліп жатудың қажеті жоқ. Тек жоғарғы жақтағы детальді алып, ал қалған бөлікті мұнда 50 сантиметрден пішіп ала салғаныңыз сіздің өзіңізге оңай болады. Осыменен біздің модельдеуіміз аяқталды.